Кайырлы күн достар, бүгін микс салатпен бірге капрезе тауығын дайындаймыз. YouTube арнама тіркеліп міндетті түрде қоңыраушаны басып қойыңыздар. Өткені келесі видеода өте ерекше әрі дәмді соуспен баяр салатын әзірлейміз. Ал енді капрезе тауығын жасауды бастаймыз. Тауықтың төс етін осылай қиғаштап пышақпен кесеміз. Түбіне дейін кесіп тастамаймыз. Осылай видеодағыдай кесеміз. Енді біз тауықтың төс етін маринаттаймыз. Оған тұз бен паприканы қосамыз. Ұсақталған сарымсақ пен сұйық май қосып, осындай тауыққа арналған дәмдеуіш қостым. Барлық жеріне тигізіп, осылай қолмен жағып шығамыз. Пышақпен кескен жерлеріне де тигізіп, осылай жағып шығамыз. Енді маринатқа 15-20 минутқа қалдырамыз. Тауық маринатталып болғаннан соң қызанақ пен моцарелланы турап шығамыз. Моцарелланы мен осындай түрін қолдандым. Сіздер үлкен доңғалақ түрін жұқалау етіп кессеңіздер де болады. Моцарелланы қалың етіп турамаңыздар. Пеште піскен кезде көбісі ағып кететін болады. Осындай жұқалау етіп турайсыздар. Осылай 5-5-тен турап алғаннан соң қызанақтың үстіне моцарелланы қойып дайындап аламыз. Маринатталған тауық етінің үстіне бағанағы кесіп шыққан жерлерінің арасына осылай қойып шығамыз. Қызанақ пен моцарелланың бетіне базилик қойып шығамыз. Базиликтің орнына аш жапырақ, яғни шпинат қолдансаңыздар да болады. Бәрін салып шыққаннан соң қызып тұрған пеште 200 градуста 25-30 минуттай пісіріп аламыз. Мінекей біздің капрезе тауығымыз пісті. Бұл тауықты біз микс салатпен ұсынатын боламыз. Микс салатты дайындаймыз. Салат жапырағын жегенге ыңғайлы етіп қолмен үзіп шығамыз. Қызыл салат жапырағын қосып жіберсеңіздер де болады. Черри қызанағын екіге бөліп қосамыз және зәйтүн қосамыз. Оған тұз, бұрыш және лимонның шырынын, зәйтүн майын қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Тауығымызды тарелкемізге орналастырып, жанына микс салатты қойып шығамыз. Салатты бальзамический крем соуспен әсемдейміз. Бұл капрезе тауығын микс салатпен емес, ақ соуспен де ұсынсаңыздар болады. Ақ соусты дайындау үшін сливкиді, яғни 33%-дық сливкиді қайнағаннан соң оған түйіршікті қышай, яғни зернистая горчица және лимонның шырынын қосып 4-5 минуттай қайнатамыз. Бұл ақ соусты басқа да тауық тағамдарымен және балық тағамдарымен де ұсынсаңыз болады. Мінекей микс салат пен капрезе тауығы дайын. Өте дәмді тағам. Бәріңіз жасап көріңіздер. Видео ұнаса достарыңызға поделиться етіп, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Арнама тіркеліп қоңыраушаны басып қойыңыздар. Жаңа видеода кездескенше. Келесі видеода ерекше соуспен өте дәмді салатты жіберіп алмаңыздар.